Бәріңізге қайырлы күн қыздар. Кешкі асқа етсіз дайын болатын жеңіл ас дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Дәл осы бейненің астында көптеген тегін рецепттерді көре аласыздар. Өте дәмді тағам түрлерімен, салат түрлерімен бөлісетін боламын. Пікірлеріңіз болса комментария бөліміне қалдырсаңыздар болады. Ең алдымен бізге 4 дана картоп қажет болады және укроп, 2 дана болгар бұрышы қажет болады және осындай ірімшік қажет болады, сыр қажет болады, 3 дана жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен біз қазір картоптарымызды үккішпенен, үлкен көзменен өткізіп алатын боламыз. Ең алдымен біз картоптың крахмалын кетіру үшін үстіне картоптан асатындай етіп су құятын боламыз. Бірінші рет жуып алып, екінші рет тағы да таза су құйып, тағы да картопымызды жуып алатын боламыз. Бізде осындай бірінші суын төккен кезде қоңыр түсті су шықты. Екінші рет жуған судан кейін осылай картопымызды сығып алатын боламыз. Суы қалмау керек. Енді пиязымызды біз жіңішке етіп турап аламыз. Кішкентай пияз алсаңыздар болады. Енді табамызға май құйып, 3 ас қастай май құямыз. Қызып тұрған майға пиязымызды салып, кішкене жұмсарғанша қорамыз. Оған дейін біз болгар бұрышын турай беретін боламыз. Бізге 2 дана болгар бұрышы қажет болады. Жіңішке етіп, осылай турап аламыз. Дайын болғаннан кейін үстіне саламыз. Тағы да қуырамыз кішкене. Оған дейін біз укропымызды дайындап аламыз. Ұсақтап турап аламыз. Картопымыздың үстіне 3 дана жұмыртқамызды қосып, үстіне дәмдеуіштерін қосамыз. Тұз, қара бұрыш және басқа да дәмдеуішті қоссаңыздар болады. Тұзды біз 1 шай қасық қостық, және қара бұрышты жарты шай қасықпенен қостық. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді формаға салатын боламыз. Сізде арнайы осындайды пісіруге арналған стеклянный немесе темір түрлі форма болса, соған салсаңыздар болады. Менде осындай әсел печканың табасына салдым. Астына бірінші май жағып аламыз. Сары майды ертіп мен табама жақтым. Астына сұйық май қолдансаңыздар да болады. Енді жаңа қуырып қойған қоспамызды үстіне салып, жайып салып шығамыз. Жаңа турап қойған укропымызды енді себелеп салып шығамыз. Орнына петрушка қоссаңыздар да болады. Алдын ала үккіштен өткізіп қойған сырымызды осылай сеуіп отырып салатын боламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Пешіміз қатты қызып кетпеу керек, себебі біздің ірімшігіміз қызарып кетуі мүмкін. Сондықтан да қарап отыруымыз керек. Нәзік әрі дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Дәл осы бейненің астында басқа да рецепттерді, тағам түрлерін және салат түрлерін көре аласыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Түсініксіз жерлеріңіз болса немесе сұрақтарыңыз болса, комментария бөліміне пікір қалдырсаңыздар болады.